Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін сіздерге ауызашардың 12-ші мәзірін ұсынамын. Салатымыз бізде баклажаннан, рукколадан жасалатын өте дәмді салат, және ыстық тағамымызға кеспе көже, және де тәттімізге сүзбеден жасалған пирог. Бұл рецепттер өте оңай жасалады, әрі қолжетімді азық-түліктерден тұрады. Сондықтан менімен бірге видеоның соңына дейін көріңіздер. Алдымен көжемізден бастайық. Сұйық майымызды құйып, етімізді жақсылап қуырып аламыз. Еттің суы тартылған соң, пиязымызды салып, жақсылап тағы да қуырамыз. Одан кейін пиязымыз қуырылғаннан кейін сәбізімізді саламыз. Мен кубиктап турадым. Өз еріктеріңіз ұзынша ет турасаңыздар да болады. Бір қасық томатымызды салып, жақсылап қуырып, одан кейін барып суымызды құйып, қайнататын боламыз. Суымыз қайнайым дегенше қамырын еліп қояйық. Ұнымызға бір жұмыртқа және суымызды құйып, тұзымызды салып, жақсылап қамыр елейтін боламыз. Мінекей, енді қамырымызды тындырып қою үшін бетін міндетті түрде жауып қойыңыздар. Немесе салафанға салып қойыңыздар. Енді салатымызға кірсек, бір баклажанны жақсылап жуып сыртын, одан кейін кубиктап, үлкен-үлкен етіп тураймыз. Сосын бір табаққа салып, мұздай суға салып, жақсылап жуып аламыз. Сосын суын сорғытып, бір-екі қасық тұз салып, 15-20 минутқа қойып қоямыз. Салатымызға керекті рукколамызды ірі-ірі етіп турап дайындап қоямыз, және помидорымызды да ірі кубиктап тураймыз. Енді тәтті пирогымызға кірсек, бөлме температурасында тұрған сары майымызды тостағымызға салып, үстіне қантымызды, ванилинімізді және шым-шым тұзымызды салып, жақсылап бір-бірімен араластыратын боламыз. Араластырып болған массамызға сүзбемізді саламыз. Оны да біркелкі болып араластырамыз. Үстінен 3 жұмыртқамызды біртіндеп салып, араластырып алып, массамызды дайындаймыз. Енді массамыз дайын болғаннан кейін барып, ұнымызды електен өткізіп салып, үстіне қопсытқыш саламыз. Ұнның үстіне өзара араластырып барып, массамызбен араластырып қамыр жасаймыз. Мінекей, дайын болды пирогымыз. Енді пергамент қағазын төсеп, 24 сантиметрлі формаға құйып шықтым. Сүзбелі массамызды формамызға салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Осылай бетін тегістеп қоямыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан қарап тұрыңыздар, таяқшамен тексеріп алыңыздар піскен-піспегенін. Енді салатымызды жалғастырайық. Баклажанымыз тұздалып, тұзы сіңіп тұрды. Енді крахмалымызды салып, жақсылап араластырамыз. Крахмал жоқ болса, ұн қоссаңыздар болады. Енді майымызға баклажанымызды салып, қызарғанша араластырып тұрып пісіріп аламыз. Піскен баклажандарды міндетті түрде қағаз сүлгіге майын сорғытып алыңыздар. Енді көжемізге картопымызды салып қоямыз. Салатымызды тарелкамызге әдемілеп саламыз. Кішкене баклажаннан, одан кейін руккола салып әсемдейміз. Үстіне қызанағымызды саламыз. Одан кейін бетіне тағы да баклажаннан салып шығамыз. Арасына әртүрлі етіп әдемілеп, әсемдеп. Енді творожный сырымызды алып, шай қасықпен осылай біртіндеп алып, әр жеріне қойып шығамыз. Бетіне бальзамический соусты сызып шықтым. Яғни ол керемет дәм береді. Және менде баклажан тұздалған, тұзы сіңіп керемет болып тұрды. Егер тұзы аздау болса, өзіңіз тұздап алсаңыздар болады рукколаны да. Енді қамырымызды
жайып дайындайық. Жақсылап осылай жұқалап жайып шығамыз. Менің каналымда тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде менде шығып жатқан видеоларды сіз бірінші болып көретін боласыз. Мінекей қамырымызды жайып шықтық. Енді кішкене 5-10 минутта кептіріп алсақ болады. Бірақ менде сорпамыз дайын болып қалғандықтан ұнды көбірек сеуіп, қамырымызды кесе бастаймыз. Осылай оқтауға орап, еттің қамыр ұқсатып ортасынан бөліп, осылай майдалап кесіп шығамыз. Көжемізге салып, жақсылап араластырып, 10 минутта пісіп шығады. Өте дәмді болды. Міне пирогымыз да дайын болды. Бөлме температурасында 1 сағаттай суытып алдық. Одан кейін барып формамыздан босатамыз. Пирогтың деген иісі де керемет, дәмі де керемет, әрі жұмсақ болған ғой. Қараңыздаршы, қазір кесіп көрсетемін. Бетіне мен осылай шоколадты ерітіп, сызып шыға салдым. Оформление үшін негізі сахарный пудра сепсеңіздер де, шоколадты басқалай да сепсеңіздер де болады. Жағып, құйып шықсаңыздар да өз еріктеріңіз қалай әсемдеймін десеңіздер де. Мінекей пирогымыз қалай жұмсақ, қараңыздаршы, жұмсақ бөлініп тұр. Мынау біздің кеспе көжеміз өте дәмді болып шықты. Жұмсақ, асқазанымызға да оңай тиеді. Осымен менің ауызашарымның 12-ші мәзірі дайын. Салатымыз баклажаннан, творожный сырдан, рукколадан, помидордан жасалатын керемет салат, және де біздің тағамымызға кеспе көжеміз, және де тәтті сүзбелі пирогымыз. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта керемет рецептермен бөлсем, әрі оңай жасалады. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Сіздермен болған Алтынай, сау болыңыздар.